Сенің санаңда қандай ой бар екенін, қандай мақсат бар екенін мен білмеймін. Сен неге қол жеткізгің келеді және нені іске асырғың келетінін мен одан хабарсызбын. Бірақ бір айтарым, сен жүрегіңде ұстаған, санаңда ұстаған арман, мақсат ол мүмкін. Яғни сен оған қол жеткізе аласың. Білесің бе, барлық адам өз мақсатына жеткісі келеді. Қалған белесіне шығып, өзі қалағандай өмір сүргісі келеді. Алайда білесіңдер ме, адамдарды олай істеуден не тоқтатады? Ол қорқыныш. Сәтсіздіктің алдындағы қорқыныш. Мүмкін бұл іске аспай қалатын шығар. Мүмкін мен бостан-босқа ақшамды жоғалтатын шығармын. Мүмкін мен бостан-босқа уақытымды жоғалтатын шығармын. Мүмкін бұл іске аспағаннан кейін ел менің үстімнен күлетін шығар деген үрейлер сендерді өз армандарыңа жетуден тоқтатады. Осы қорқыныш сені жіпсіз байлайды. Бірақ осы тұрғысында мен сіздерге кішігірім өзімнің басымнан өткен мысалды айтып берсем. Бірде мен доставкада істеп жүрген кезім маған тапсырыс түседі. Мен ресторанға барып тапсырысты алып, апаратын орынды қарасам, тау жақта екен. Оған екі жол арқылы баруға болады. Біреуі жақын, біреуі алыс. Жақын жол 3 километр, алыс жол 5 километр болды. Мен сол жақын жолды таңдап 3 километрмен тауға қарай жүре бастадым. Мен велосипед болған, велосипедпен жүре бердім. Жүре келе бір кішігірім көшеге келдім. Ал көшеден ары қарай дөңгек кішігірім жол көтерген, асфальт. Ар жағы тас қараңғы, бер жағында көптеген алабай иттер үріп жүрді. Мен велосипедімді қолыма ұстадым да ары қарай дөңге қарай жетектеп жүре бердім. Жүрген сайын айнала қараңғылап, жол, тас жол, топырақ жолға айналып, жоғары көтеріле бердім. Астында иттер үріп жатты. Дауыстар жаңғырып естіліп жатты жоғарыға көтерілген сайын. Сөйтіп жоғарыға көтеріліп, солға бұрылып жолға шығатын шығармын деп ойладым. Бірақ көтеріліп болғаннан кейін сол жағыма қарасам, алдымда қоқыстар шашылып жатыр. Екі қақпаның ортасында жол, ал жолды толықтай қоқыс басып жатыр. Сол кезде менде үрей туындады, қорқыныш туындады. Мына забордың ар жағында бір қабаған иттер бар шығар, мүмкін құтырған иттер бар шығар, мүмкін забор толықтай жабық шығар, мен ары қарай шыға алмай қалатын шығармын деген ой, күмән туды. Сол кезде мен артқа бұрылып қайтып кетпекші болдым, бірақ артқа бұрылып қайтатын болсам, мен қайтадан 8 километрдей жол жүруіме тура келетін болды. Сосын мен соңына дейін жүруге шешім қабылдап, соңына дейін жүрдім. Соңына дейін жүріп келе жатырмын, әлі қараңғы жол, кішігірім. Оңға бұрылған кезде алдымнан үлкен жарқырап көше шықты. Көшеге шығып қуанып кеттім. Яғни сол сәтте мен берілмегеніме, артқа қайтпағаныма, бұрылмағаныма, қорқынышқа бой алдырмағаныма қуанып кеттім. Сондықтан қандай қорқынышты жағдай болмасын, қандай бір қараңғы жер болмасын, алдыға қарай қадам басуды жалғастыра беріңдер. Ешқандай нәтиже көрмесеңдер де алдыға қарай жүре беріңдер. Себебі қараңғылық жүрген сайын жоғала береді, азая береді. Қараңғының артындағы жол саған көрінбейді, себебі ол қараңғыдан көрінбей тұр. Бірақ өз күшіңді қолыңа жинап, алдыға жүрген сайын сен білмейсің ол қараңғылықтың қашан бітетінін. Жүрген сайын сенің мүмкіндігің арта береді. Сондықтан қорықпа, қорқынышқа бой алдырма. Ел не дейді, жұрт не дейді, әке-шешем не дейді, бауырларың не дейді деген ойдан аулақ бол. Бұл сенің өмірің, және оны тек қана сен өмір сүресің ол жерде. Және сенің қолыңнан барлығы келеді. Тек қана қорқынышқа бой алдырмай әрекет ет. Қорқыныш ол тек сенің санаңдағы дүние ғана. Оны тек қана сен жасайсың, және оны жою тек қана сенің қолыңнан келеді. Сондықтан оны жой. Алдыға қарай қадам бас. Жұрттың сөзінен қорықпа, сәтсіздіктен қорықпа. Жұрт не айтады деген ойлардан арыл. Себебі армансыз, мақсатсыз өмірдің ешқандай мәні жоқ. Өзің ойлашы, қазір сен жассың, қазір сенің қолыңнан барлық дүние келеді. Ертең сен қартаясың, сен бар мүмкіндігіңнен айырыласың. Сол кезде сен өз өміріңе артыңа қарайсың да, мен не істедім деп өзіңнен сұраған кезде сен еш нәрсе бітірмегенсің. Сен жай көлік, үй үшін ғана жұмыс істеп ақша таптың. Барлығы материал, уақытыңның барлығы материалдық заттарға жұмсадың. Ал қазір сен артыңнан еш нәрсе қалдырған жоқсың. Сен өз арманыңа, мақсатыңа жеткен жоқсың. Міне осы дүние түсінген кезде сен қатты өкінесің, сен бармағыңды істейсің. Осындай жағдай орын алмас үшін сен қорқынышқа қарамай әрекет етуің керек. Түсінемін, сенің бойыңды үрей торуылдап тұр, бірақ мақсатқа осылай жетеді.
мақсатқа осылай жетеді. Яғни мақсатқа сен тек бойыңды қорқыныш пен үрей, сенімсіздік торуылдап тұрған кезде әрекет жасау арқылы ғана жете аласың. Барлық адамдар солай жеткен және сен де осылай жетесің.